Қала көркі қашанда басты назарда. Бұйыл шаһарымызды абаттандыру мақсатында қыруар жұмыс атқарылды. Жолдар жөнделіп, көшелер жарықтандырылды. Сондай-ақ Шахтер саябағын қайта жаңғырту мақсатында жобалар іске асты. Міне осы тақырыптарды бүгін елге қызмет хабарында арқау ететін боламыз. Екібастұз қаласында биыл инфрақұрылымды жаңғырту, қаланы абаттандыруға бағытталған жобалар іске асырылуда. Құрылыс жұмыстары барысында тұрғындардың талап тілегі ескерілуде. Бұған халық қатысатын бюджет бағдарламасы қолдау болып отыр. Яғни екібастұздықтар осы жобаның арқасында қаланы абаттандыруға жергілікті бюджет қаражатын бөлуге қатысуға мүмкіндігі бар. Осы тақырыпты арқау еткен Павлодарлық Десента қоғамдық қорының бас директоры Сергей Гуляев бірнеше мәрте қаламызда семинар өткізіп, Шахтер саябағының жаңа кейпін талқылаған еді. Бүгін біз Екібастұз халқына әлеуметтік сауалнамаларды жинау, сараптамалық сұхбаттар, қалалық семинарлар барысында жинақталған ақпараттарды сәл түзетулерден соң жобаға қосып әзірлеп ұсынып отырмыз. Меніңше бұл өте жақсы тәжірибе, себебі бұл саябақ халықтың пікірімен және сол халық үшін жасалып жатыр. Это интересный. Бұл қызықты функционалды саябақ болмақ. Біз барынша жасылдандыруға тырысамыз. Қазіргі таңда саябақта гүлдер жоқ. Егер гүлдендірсек, әрине саябақ әдемілене түседі. Сондай-ақ жас өспірімдер үшін демалыс орны жоқ. Яғни 8 бен 16 жасқа дейінгі балалардың бос уақытын қамтитын орындар аз. Сондықтан жас өспірімдер көше кезіп жүрмей, спортпен шұғылданғандай осы аумақта жағдай жасамақпыз. Екібастұз әкімі Аян Бейсекиннің айтуынша саябақ жұмысын жүзеге асыруға Орталық Азияның үздік ландшафты дизайнерлері мен тәжірибелі сәулетшілері тартылған. Жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға 70 миллионнан астам қаражат бөлінді. Бұл өте үлкен қаражат. Жобалық сметалық құжаттама үшін неліктен, себебі бұл өте жұмыс істеп жатқан азаматтардың да квалификациясы өте жоғары. Жаңа кездесудің басында айтып кеттім ғой, біздің Орталық Азиядағы ең үздік мамандар осы біздің парктың реконструкциясымен айналысып жатыр. Жобалық сметалық құжаттаманың дайындауымен. Ертеңгі күні біз енді кем дегенде 4,5-5 миллиардтың шамасында реконструкцияға шығамыз деген сондай енді ойларымыз бар. Барлық инициативаларды заманауи парк жасаймыз десек, одан да көп қаражат керек шығар. Бірақ қарастырамыз, себебі біздің бюджеттің де ресурстары шектеулі. Шахтер саябағын қайта жаңғырту жобасына заманауи амфитеатр, 10 спорттық алаңы, 4 ойын алаңы, 3 іс-шара алаңы, 2 фудкорт, су қоймасы, құрғақ су бұрқақтар, жас жұбайлар мен түлектерге арналған аллея кіреді. Сондай-ақ иттерді серуендету алаңы да болмақ. Саябақты қайта құру жобасы 2 кезеңде жүзеге асырылады. Шығындар көлемі 5,6 миллиард теңгені құрайды. Екібастұздағы тағы бір түйткілді мәселе квартал ішілік жарықтандыру. Оның жобасы 2024-2025 жылдарда 2 кезеңде жүзеге аспақ. Бірінші кезеңде 150 аула, ал екінші кезеңде қалған 129 ауланы жарықтандыру жоспарланған. Квартал ішілік жарығы жоқ, аулалар саны белгілі, есептеулер жасалды. 2 кіреберіске 1 жарық бағаны қойылады. Ол қажеттіліктерге 900 миллион теңге керек. Әрине 279 ауланы 1 жылда жарықтандыру қиынға соғады. Сондықтан бұл жұмыстарды біз 2 кезеңге бөлдік. 2018 жылы қолға алынған көшелерді жарықтандыру бағдарламасы 92 көшені қамтыды. Тағы 68 көшенің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Биылғы жыл республикалық бюджеттен 200 миллион теңге бөлінді. Қалған қаражат келесі жылы бөлінеді деп жоспарлануда. Қалалық бюджеттен 30 миллион теңге бөлінді. Жалпы биылғы жылға 230 миллион теңге қаражатты игермекпіз. Жұмыстарды Гор Электросет компаниясы жүргізетін болады. Қараша айының соңында ол жұмыстар аяқталуы тиіс.
2 жылдық жоба бойынша Екібастұз қаласының 57 көшесі жолдарын қайта салу жүріп жатыр. Соның ішінде 29 көшенің жолдары 2022 жылы жөнделіп, асфальт төселінді. Ал ағымдағы жылы 28 көшенің жолдары күрделі жөндеуден өтуі тиіс. Сонымен бірге Даво компаниясы Беркебаев көшесінің бойынан жаяу жүргінші жолын салу үстінде. На данный момент Қазіргі уақытта Нефтяников және Тоқай көшелері күрделі жөндеуден өтіп, асфальт төселуде. Осыған дейін қаламыздың 17 көшесінің жолдары асфальтталды. Қалған көшелерде дайындық жұмыстары жүруде. Қиыршық тас төселіп тығыздалуда. Жалпы жоба қазан айында толық аяқталады деп жоспарлаудамыз. Жолдарды жөндеу жұмыстарына қаржы республикалық бюджеттен бөлінген. Жобаның жалпы құны 1 миллиард 500 миллион теңге. Өткен жылы оның 900 миллион теңгесі игерілді. Биыл қалған 600 миллион теңгесі игерілуде. Биыл сонымен бірге 18 мың шаршы метр аумақты құрайтын квартал ішілік жолдарда жөнделуі тиіс. Бұдан басқа тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автожолдар бөлімі әлеуметтік объектілерге апаратын жолдарды жөндеуге де конкурс жариялаған. Ол бойынша 10 мектеп пен 2 балабақшаның маңындағы жолдар күрделі жөндеуден өтеді деп күтілуде. Бүгінгі күні 3 мектептің кіреберіс жолдары жөндеуден өтті. Олар 26 және 24 гимназия мектептері, 13 орта мектеп маңындағы жолдар. Бірақ асфальт төсеу жұмыстарының сапасына көңіліміз толмады. Сондықтан олқылықтардың көзін жою мақсатында мердігер кәсіпорын Астаналық Жарық Ақжол компаниясына ескертпелер жібердік. Сонымен қатар қаламызда жолдарға белгі салу жұмыстары да жалғасуда. Ондай жұмыстар Беркебаев, Әуезов көшелерінде атқарылды. Бұдан басқа орталықтағы үлкен сауда орталықтарының арасында да жол белгілері салынды.